заңғарым сабағынан келді, қарны ашып қалған шығар. Жарайды апай. Атау, шай ішейік. Заңғар қонақ бөлмеде теледидар көріп жатыр ғой әже, шақырсам келмейді. Қарғам-ау, сабағынан шаршап қалған ғой, барып өзім шақырайын. Оның жайын әжесінен басқа ешкім білмейді. Соңғы батуға жақындады. Мен басып бесінің шайын ішейін. Я ата, әжем екеуіңіз таңнан кешке не істейсіздер осы? Күйбеңді шын қойғызым. Оның бәрін біз жасамасақ кім жасайды? Анаң әкең қалада, ал сендер болсаңдар бір келіп бір кетесіңдер. Отыра ғой қолым, теледидар ешқайда қашпайды. Бір шыны шай ішіп ал. Бір бауырсақ бере салшы, шай ішкім келмейді, кино бітіп кетеді. Әй балам, дастарханың берекесі деген болады, бізбен бірге отыра ғой. Қазір жайлықтан малдайдан көлу керек, әлденіп ал. Ой ата, сол сиырлар мен қойларды бағып, қораларын тазалап, суларын беріп, солар үшін өмір сүретін сияқтысыңдар. Не керегі бар деймін? Бәрібір жеп тастаймыз ғой. Балам-ау, жата берсең өмірдің мән-мағынасы кетпей ме? Бұл біздің кәсібіміз ғой. Күн көрісіміз үшін күні-түні еңбек етеміз де. Азанмен таңғы 5-те тұрамыз, самауырының шайын ішеміз. Содан соң қара кешке дейін тыным жоқ қой. Кәсіп, ол бизнес деген сөз бе? Я қызым, біздің ата кәсіп осы. Қалай сонда ата кәсіп? Аталар ғана жасайтын жұмыс па? Жер бетінде қанша ұлт болса, әрбір ұлттың өзіне тән ерекшеліктері, дәстүрі, кәсібі болады қызым. Біздің ерекшелігіміз не сонда? Кәсібіміз мал бағумен ғана шектеле ме? Әрине жоқ балам. Біздің ата-бабаларымыздың айналысқан кәсібі алуан түрлі болады. Оның ішіне киіз үй басу, аңшылық, құс бегілік, мал шаруашылығы сияқты көптеген кәсіптер жатқан. Ата, әйелдер, қыздар не жасаған сонда? Өте жақсы сұрақ алдым. Өй, әжең нағыз кәсіпкер ғой. Анау тұрған көрпе-кілемдердің барлығы әжеңнің қолынан шыққан. Тіпті бір сүттен ірімшік майын қамдап құртатып ақша тауып отыр емес пе? Қаладағы дүкендер күнде келіп қолдың май ұртын алып кетіп отыр. Киізімізді басып, кілемімізді тоқып, сүт майымызды дайындап, даланы малға, қаланы еңбекқор жанға толтырсақ деп жүрген жандармыз ғой. Дұрыс айтасың. Асы ойнаған азар, доп ойнаған тозар, бәрінен де қозып алып құйрық жеген озар дейді. Ертең менің заңғарымды атасының жолын қуады, я балам. Жоқ ата, мен бизнесмен болғым келеді. Көп ақша тапқым келеді. Ата кәсіппен бизнесті байланыстыруға болады ма ата? Әрине балам, сен ілгерілікпен айналысып, бұйым сатсаң да, мал бағып, ет өткізсең де, егін ексең де адал еңбектің берекесі болады. Карантин болса, ғаламторды өшіріп тастаса, ақша табылмай қалуы мүмкін ғой, иә? Қазіргі балалар іштен біліп туады деген осы. Дұрыс, алдарын ойлап отырған ақылыңнан айналайын. Жоқ, онда мен сіздің кәсібіңізді мұра қылып жалғастырамын ата. Мал санын көбейтемін, ет сататын дүкен ашамын. Өзімнің жеке фермам болады. Ол жерде Асия әжемнен құрт, май, ірімшік, кілегей жасауды үйренсе, соны да сатамыз. Әрине балам, әр істің өз бабы болады. Халқымыз қашанда еңбегі бардың өңбегі бар. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей деп отырушы еді. Отбасын адал жолмен асырау мақсатында жұмыс жасаған адамның мерейі асып, ырысы көбейетіні белгілі. Жайылымнан мал келетін уақыт болды. Дастарханың майлы, көңілің жайлы болсын. Өміріңе не тілесең тілегің қабыл болсын. Жүр заңғаржан, мен саған мал бағудың қыр-сырын үйретейін. Қызым, ал мен саған көрпенің жайын көрсетейін. Ата-бабамыздың мәдени мұрасының тарихын білмей, жаңа заман талабына сай туынды жасау мүмкін емес. Бұрынғы кезден бастап апа-әжелеріміз тілім-тілім маталарды құрап, киім, көрпе, тұрмысқа қажетті түрлі дүниелерді жасайтын болған. Міне осылай. Артынша ішіне салған салмасы жылжымай қапшылық тігіледі. Оны қабу деп атайды. Түгел бір матада жасаса, әдемі болмай қалады ма әже? Әдемілік үшін ғана емес,
сиқырлы күшке сенетін қазақ үшін құрақтан тігілген заттар оның есін тіл көзден сақтап, отбасына береке алып келеді дегенге сенген. Және ру мен ру, тайпа мен тайпа арасындағы бірлікті нығайтатынына нанған. Керемет. Ал мынау ше? Бұл дайын көрпе, сенің әпкеңе дайындаған жасауым. Қыз жасауындағы ою өрнек оның өскен ортасымен алған тәлім тәрбиесі туралы мәлімет беру керек. Сондықтан осындай оюды енгіздім. Бұны қалай сызасыз? Суретін саласыз ба? Тігін дегеніміз тұнып тұрған математика. Себебі дәлдік, есеп, теңдік керек. Адамды ептілікке, икемділікке баулайды. Заңғар атамның жолын қоса, мен сіздің жолыңызды жалғастырамын әже. Ата кәсібіміз қиындығына қарамастан қызықты екен. Әрине құлыным, мыналарды алып жүре ғой. Менің бөлмемде оюлардың түр-түрі бар. Соларды көрсетейін.